Бірінші тақырып сіздерге айтқан состояние. Бұл состояние деген тағы да айтамын. Бұл ішкі хал, бұл ішкі сенім. Бізде өкінішке орай кәсіпкерлерде, қазақ аудиториясындағы продажниктарда ең бір мән бермейтін нәрсе. Бірақ бізге ең үлкен ақша алып келетін осы состояние. Кім состояниені түсінді? Түсінбесеңіздер, түсінбедім деп айтыңыз. Түсінгендер қол көтерсінші? 50% түсінбеді, иә? Состояние дегеніміз не? Мысалға айтайық. Мен енді осы сатуда 10 жыл болды. 10 жыл осы сатудың түрлі техникалар, түрлі курстар алдым, түрлі білімдер алдым. Оның ішінде 2 кітап жаздым. Сату ұят емес, және сату өнері деген кітап. Кітапты жазғанда да түрлі ақпараттар қарастырдым. Осы жерде менің өзіме жақсы продажа жасау үшін не нәрсе әсер етеді? Мысалға айтайық. Таңнан кешке дейін тұрып, 5 жыл бойы 16 сағаттан есек сияқты жұмыс істеген кезім болды да. Бірақ мен байыған жоқпын. Бірақ ол да маған опыт болып қалыптасты. Тұрам. И кез келген, мысалға айтайықшы, маған бір 500 теңге ақша керек болса, мен бүткіл товарларымды алып, базар, магазин бәрін аралап кете беретін. Бірақ еш уақытта тағы да айтамын сіздерге, жәнегі керек қаражат таба алмайтын. Шалдығып, шаршап, быт-шыт болып үйге ашуланып келем, үнемі одно и то же движение. Осыған қатысты кімнің, Стив Джобстың күшті бір нақыл сөзін естіп қалдым. Айтады, егер сіздерге ақша керек болса, тұрып алып жүгіріп кетпе дейді. Отырып алып ойлан дейді, бірінші. Қадам жасардан бұрын. Кімге не сатайын деп жатсың? Біз ойлаймыз ғой, деп шулап кете бергеннің барлығы бізде продажа болып кетеді. Осы жердегі енді ең маңызды бізге сатылым жасау үшін көмектесетін керек зат, ол состояние, біздің ішкі халіміз. Егер біздің ішкі халіміз төмен болса, қорқыныш болса, үрей болса, сатамаймын. Өйткені мен мына жерге сахнаға шыққан кезде уже сіздер мен примерно сезіп тұрасыздар. Мен всегда айтамын, продажа ол адамдардың бағанағы эмоциональный соғысы. Мен бір нәрсе сатқым келіп жатса, егер менің эмоциям, состоянием сатып алушы адамнан жоғарырақ болатын болса, мен продажа жасаймын. Ал бізде сөз бар ғой, кейде біз телефоннан тұрып клиентке бір очко болып қаламыз. Ол әңгімені бастаған кезде, мына жерде продажниктар бар шығар, иә? Қанша продажник бар? Қол көтеріңіздерші, кәне көріп алайын. Кейде телефоннан бір көңіл күйің болмай қорқып тұрған кезде звондайсың. Алло, деп бастайсың, или бір ана жақтан сенен бір дауысы жуан. Алло десе болды да. Иә, естіліп тұрма деп бастайды да. Осы жерде эмоционально болды, сіздер сынып қалыңыздар. Осы звоноктан ары қарай смысл жоқ уже сөйлесуге сіздерге. Нық болу. Тура осыны состояниемен мен зерттеп көрдім. Қалай? Мысалға айтайық. Стандартный отдел продаждарын сөйлесетіндер қалай? Алло, сәлеметсіз бе, мен есім Тайыр Нұғман, осындай компания звондап тұр едім, деп бастайды да. Тоқтамай сөйлейді біреулер ше. Не үшін? Өйткені қорқып тұрады өзі ше. Үрейленіп тұрады, естімей қалса екен бір-екі нәрселерді деп ше. Алло, кім бол деп, или анау ар жағынан айтады, кімсің дейді. Мен ғой дейді да, бір туысқан сияқты. Мен всегда айтамын, бірінші нәрсе сөйлесердің алдын дайындалып ал. Сен кімге не сатайын деп жатсың? Ол енді сенім мәселесінде қазір. Келесі слайдта сіздерге осыны түсіндіретін болам. Оған дейін, бағана Тони Роббинсін жасадыңыздар ма? Кім бірінші рет жасады? Оған дейін жасамағансыздар, е? Жаса. Осындай түрлі бір адамдардың басына кірмейтін техникаларым көп мен. Шын айтам, мен осы техниканы жасатып жүрген кезде көп адамдар күлетін маған ше, Тайыр сен қуасың депші. Бірақ тура осы техникамен менің өзімнің қасында жүрген шәкірттерім, қазір ойбай, бірі жәнегі халықаралық дәрежеде продюсер болып кеткен, бірі осы аттары өсіп кеткен жігіттер бар. Солар 2 жылда 10 есе, 20 есе өсіп кетті де. Бір ғана техника. Бағанағын айтайын. Бұл Тони Роббинсонның осы техниканы жасағандағы ең бірінші нәрсесі, бұл жетістікке жеткен адамдардың несі екен, символы ретінде. Мынау параолимпийцтер бар ғой, көзі көрмейтін, олимпиададан ұтқан жәнегі адамдар ең бірінші жасайтын әрекет қолын көтереді екен егер ұтатын болса. Бірақ олар ешқай жерден оны көрмеген. Бұл бір инстинкт деңгейінде болатын нәрсе да. Ал енді бағана біз көп жағдайда продажниктар звондаған кезде клиентпен без конца сөйлесе бергеннен кейін энергиямыз түсіп кетеді. Уже бір 10 звоноктан кейін бірінші сенімің түседі, одан кейін энергияң түседі, уже соңғы жағында қоя салшы дейсің. Ал осындай техникалар біздің энергиямыз бір шылчок сияқты ғой. Ұйқың келіп отқан кезде ұйқыңды ашып жібереді. Мына жерде сып кетті ғой.
кондер қосып қоямыз или терезе қосылып тұр ма? Нормально ма? Мен температурам көтеріліп жатыр ма или? Ыстық болып жатыр ма? Сезіліп жатыр, мына жақтар сезіліп, мына жақ сезбей жатыр мен энергиям. Вот осы. Енді қараңыздар. Осы жерде состоянияға қатысты мен түрлі нәрселер жасап көрдім. Қалай состояниені көтерсем болады? Бірінші нәрсе, бағана ең күшті көмектесетін таңдағы серуен. Бірақ өкінішке орай таңда серуен жасауға бізде уақыт жоқ. Жер жоқ, шығатын ыңғайсыз, көшем қотыр, свет жанбайды, бітпейді сылтау қазақтарда ше. Нағып таңда шықпадым десем, ұйықтап қалдым, кеше кеш жатып едім, бүгін иттер жүр, көп сылтау, вообще бітпейді. Бірақ мен айтам да, егер сен бүгін таңда тұрмайсың, өлесің десе, тұрасың ба деймін да? Любой адам тұрады ғой. Дұрыс ба? Или сен бүгін таңда жүрсең, саған $1 миллион ақша табасың бір айдан кейін десем, тұрасың ба? Тұрасың. Бір ай ұйықтамасақ та тұрамыз. Вот осы сияқты көп жағдайда адамдар өздерінің состояниесіне әсер ететін мүлдем ештеңе жасамаймыз. Тек андай елдің барлығы сияқты, енді бізде көп қой мақалдар. Алдыда жүрме көз түйеді, артта жүрме сөз түйеді, ортасында жүр деген стандартный адамдардың әрекетін жасаймыз да, бірақ Джефф Безос, біз көріп атқан Қайрат Нұртастар сияқты өмір сүргіміз келеді. Мен сіздерге айтайын, сіздер қарапайым адам сияқты әрекетпен стандартында сіздің қасыңыздағы адамдар қалай өмір сүріп жатыр, тура сондай табыс табасыздар, тура солай өмір сүресіздер. Ең бірінші нәрсе өзгешеленуден қорықпау. Мен осылай таңғы серуен бастаған кезде, мен білесіз бе үйдегілер не деген? Сектаға кіріп кетті деген ғой. Әйше жоқ, таңда жүріп кеткен ғой жа. Өзім ұйқын жақсы көретін адаммын. Әке-шешем сөйтіп ойлаған ғой. Мына бір сектаға кіріп алды депші. Вот бізде как только біз нестандартный әрекет жасап бастаймыз, адамдар үшін ол біртүрлі көрінеді. Ол бірінші кезекте біздің жақындарымыз. Бізге жақсы соққы беретін қасымыздағы адамдар ғой. Осы. Енді таңғы серуеннен кейін не жасадым? Көп жағдайда мен күнделікті айтамын ғой. Медитация жасаймын. Медитация жасында бар ма? Өкінішке орай ғой, опалар. Ойлашы, мысалға айтайын, мен отдел продаж деген тағы да айтамын. Сіздер өте көп негатив адамдармен сөйлесесіздер. Сіздер біреуге сатайын деп атқан кезде, ол адам өз міндетін бастайды. Қазір мен келіп сіздерге бірдеме сатайыншы, алдыларыңызға келіп кітапты. Не қыламын мен ол кітапты? Не үшін аламын мен деп бастайсыз ғой? Тура сол сияқты клиенттер де сіздерге сөйтеді. Өйткені сізге дейін 1000 адам звондады ол адамға. Сіздерден кейін де 1000 адам звондайды. И оны алдап кеткен адамдар бар. И бізде как только бізге біреу сатып бастаса, бізде триггер қосылып бастайды. Кім сатқан жек көреді? Шын айтыңыздар, жоқ, сатқан дегенде звондап сатуды емес. Сіздерге біреу сатса, бір онша емес чувство пайда болады ғой. Сөйлескің келмейді, или мысалы әлеуметтік желіде біреу без конца сатып атса, мынау ақшадан өлген деген сияқты. Сондай бір чувстволар болады. А мен всегда айтамын, біз наоборот сатуды жақсы көруіміз керек. Маған біреу бірдеме сатып атса, мен зерттей беремін. Қалай сатып атты? Қай жер мені қызықтырды? Сатып алам да, сатып алғаннан кейін тағы анализ жасаймын. Қай сөзінен кейін мен продажаға өттім? Ана жол маған бір сумка сатты, бізде бір курста оқып жатқан жігіт, мен алмадым мен бірақ. Соның тексі қатты өтті де маған, тікете қалды. Содан кейін ойлап қалдым, Тайыр, не істейсің бұл сумканы? Кімге сыйласам болды, миым кетіп қалды, факт в том, что алмадым. Тура сол сияқты бізге кейде бір сөз жеткілікті болады да. Ал енді ол сату үшін тағы да айтамын, бізде энергия состояние болу керек. Өкінішке орай 90-95 ба білмеймін енді, 99% ба адамдар күнделікті өмірлер бір сарында ғой. Бірақ результат өзгеше алғымыз келеді. Өзгеше табыс тапқымыз келеді. Өзгеше жетістікке жеткіміз келеді.